аттестация 2024. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2016 жылғы 24 қаңтардағы 83 бұйрығына енген педагогтерді аттестаттау қағидалары мен енген өзгерістер туралы ақпарат беретін боламыз. Бұрынғы жүйе бойынша педагогтар қағаз, электронды форматта 11 құжат жинайтын болса, жаңа жүйе бойынша педагогтар құжат жинап қиналмайды. Құжат өз автоматты түрде жинақталады. Сонымен қатар құжаттарды қарау мерзімі қысқартылды. Бұрын 6 айға дейін созылатын процесс қазір автоматты түрде қалыптасады. Деректер базасымен интеграциялау арқылы платформада, яғни ұстаз платформасында педагогтердің материалдары жүйелі түрде қалыптасады. Педагог платформадағы жеке кабинет арқылы өтінішті өз бетінше береді. Тағы бір тоқтала кететін өзгеріс, педагог тек пән бойынша тест тапсырады. Тесттен әдістеме мен педагогиканы білуге арналған сұрақтар алынып тасталды. Өйткені осы бағыттағы сұрақтар мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің деңгейін объективті бағалауға мүмкіндік бермейді. Мұғалімнің әдістемені қаншалықты меңгергенін анықтау үшін жалпы мұғалімнің сабағы мен педагогикалық процесін бағалау критерийлары жасалды. Педагогтердің біліктілік санаттары: педагог-модератор кемінде 2 жыл болу керек, еңбек өтілі. Педагог сарапшыларға кемінде 3 жыл, педагог зерттеуші кемінде 5 жыл, педагог шебер кемінде 6 жыл. Жасы зейнеттілікке 4 жылдан аз қалған педагогтер аттестаттау рәсімінен босатылады. Тағайындалған біліктілік санаты оның берген өтініші негізінде зейнеткерлік жасқа толғанға дейін сақталады. Біліктілік санатының қолдану мерзімі ұзарту туралы бұйрықты білім беру ұйымының басшысы шығарады. Бұйрықтың күші Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанға дейін сақталады.